Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін біз осы сабақта қазақстандық TikTok жарнама аккаунтын қалай ашамыз, осыны сабақта көрсететін боламын. Бірінші біздер TikTok ADS-ке кіреміз. TikTok ADS деп жазамыз мына жақта. Мына жақта ең біріншісі реклама деген бар, болмаса мына екіншісіне кірсек болады. Мен екіншісіне кірем. Одан кейінгісі біздер мына жерде зарегистрироваться сейчас деген бар, соның үстін басамыз. Мына жақта мен көбіне Gmail почтаны қолданам. Мына жақта адрес электронный почты өзім Gmail почтам жазам. Сіздер арнайы осы сабақ үшін Gmail почта ашқан болатын. Кез келген Mail.ru болсын, любой аккаунтты аша берсек болады бұл жақта. Мына жақта пароль жазамыз өзіміздің. Мына жерде птичка қоямыз да зарегистрироваться деген басамыз. Осы жерде екі не бар, екі предмет, бірдей предмет таңдаймыз да окей деген басамыз. Сосын мына жаққа почтаға код кетеді. Сол кодты қазір теретін боламыз. Ұзақтау келуі мүмкін. 20-30 секунд немесе 1 минут аралығында. Код келді, осы кодты тереміз мына жақта. Осы жерге қоятын боламыз. Осылай шығады мына жақта. Мына жерде енді веб сайт компания не деп жазамыз? Кез келген инстаграмын жазсақ болады мына жақта. Өзіңіздің бизнестің инстаграмын жазсаңыздар болады. Қандай бизнеске жіберейін деп жатсыздар, соны жазсаңыздар болады. Менде мына жақта әділет барбер деген соны жіберетін боламын. Мына жерде промышленный отрасль, да, мына жақта бір парикмахерская деген бар. Сол парики, примерно осы келеді. Красота и уход деген. Бұл жерде не үшін бұны таңдаймыз? Өйткені то есть TikTokқа дұрыс ақпарат берген дұрыс. Сол кезде жақсы аудитория лақтыру мүмкін сіздерге. Мына жерде название компании. Әділет барбершоп деп жазып қойдым. Мына жерде преимущество дейді. Мына жерде бизнестің номерін жазсақ болады. Мен мысалға примерно кез келген номер таңдай жаза саламын. Мына жерде птичка қоямыз да продолжить деген басамыз. Мына жерде сұрап тұр екен ғой. 300 бен $1,500 аралығында деп жазып қояйын осы жерге. Мына жерде дополнительные сведения предварительно указаны деп тұр. Мына жақта часовой поезд міндетті түрде таңдаймыз бұл жерде. Плюс 5 таңдаймыз мына жақта. Мальдивы деп таңдай салайық. Продолжить басамыз. Сосын мына жақта бізде аккаунт ашылды. Мына жерде принять деген басып қоямыз. Ендігі мақсат бұл жерде біз қалайша трафик жібереміз, соны көрсететін боламын. Құдай қаласа келесі сабақта мен осы трафикті қалай жіберуге болады, дұрыс жіберуге болады, соның барлығын мен түсіріп қоям сабақта. Келесі сабақты қарасаңыз болады. Және де осы видео ұнаса, яғни қазақстандық аккаунтты қалай ашу керектігін туралы сабақ ұнаса, лайк басып қойыңыздар. Осымен комментарий жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса. Және де достарыңызбен осы видеомен бөлісіп қойыңыздар.